بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. نقرأ كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Өткен сабақта вахидың қайтуына тоқталған едік. Исламға шақыру, дағуат, насихаттаудың басын айтып тоқталған едік. Исламға дағуаттау, исламға шақыру, үгіттеу 3 жыл жасырын түрде болады. Алғашқы 3 жыл жасырын түрде болған еді. Пайғамбарымызға қалай вахи қайтты? Ал біз сол арада тоқталған едік. Бірінші вахи мен екінші вахидің арасында көптеген пікірлер бар. Бір ғалымдарымыз 2 жыл жарым, 3 жыл жарым десе, Аббас ибн Аббас 40 күн деді. Бір ғалымдарымыз 3 күн деді. Осы көзқарастардың дұрысы 40 күн вахи тоқталған еді, кешіккен еді. Қалай пайғамбарымызға вахи қайтып келді? Жер бетіндегі тіршілік иесінің барлығы пайғамбарымызға куәлік еткен. Сен Алланың елшісісің, біз соған куәлік етеміз деп сөйлеген әрбірі. Тас, ағаш, жануар. Оған мысал айтқан едік, кесірткенің сөйлегенін, қасқырдың сөйлегенін. Ажабан иншағалта бил ғанами ва тарактан набия ва татаджабу минни. Қасқырдың сөзі. Таңғаларлық, сен пайғамбарды тастап қоймен шұғылданып кеттің. Менің сөйлегеніме таңғалып отырсың деп тіл қатқан еді. Және пайғамбарымыз араби, шөлдік арабқа жолыққан кезде иман ет деген. Қандай дәлелін? Неге сүйенем? Дәлелің бар деген, дәлелің бар ма дегенде пайғамбарымыз айтқан еді, ана ағашты Алланың елшісі шақырып жатыр деп айт, келет деген еді. Бұл көптеген болған муъжизалардың, немесе муъжиза деп айтсақ болады, себебі пайғамбарымыздың пайғамбарлыққа дейін болған таңғаларлық ғажайып нәрселерді муъжиза демейміз, ирхас дейміз. Ал енді пайғамбарлық келді, вахи қайтты. Осыдан кейін болған таңғаларлықтен тыс нәрселер не дейміз? Муъжиза дейміз. Бұл тек қана көріністері, 1-2 ғана бізге мысал қылып келтіріп кетті. Жақсы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең бірінші өзінің отбасынан дағуатты бастайды. Насихатты жақындарынан бастайды. Әлбетте кім? Ең бірінші Хадижа радиаллаху анха, Хадижату бинту Хуайлид. Хуайлидтің қызы Хадижа анамыз бірінші қабылдаған еді. Ғалымдарымыз әдеп сақтап, әйелдерден бірінші болған Хадижа деп айтқан екен. Құлдардан бірінші болған Зайд ибну Хариса. Және пайғамбарымыздың күні әкесінен мирас болып өткен Умму Айман. Құлдардан деп айтқан. Еркектерден бірінші болған Абу Бакр деп бөліп айтқан екен. Неге? Абу Бакрдың біріншілігіне кемшілік туындамасын. Абу Бакрдың біріншілігін алып қойып, Абу Бакрге әдепсіздік танытып қоймайық деп, әйелдерден Хадижа деп жіктеген екен, бөлген. Міне, ғалымдардың әдебі қандай. Сол себепті байқап сөйлеу керек. Ең бірінші кім деген сұраққа бөліп, әдеппен ғалымдарымыз қалай реттеді солай сөйлеу керек.
әйелдерден, әйел затынан Хадижа анамыз, балалардан, сәбилерден Али, құлдардан, күндерден Зайд ибн Хариса немесе Умму Айман, еркектерден минар риджал ал-аувал Абу Бакр радиаллаху анху. Міне сонда ешкімнің ақысына кірмейміз. Хадижа, кейін Али ибн Аби Талиб, көкесінің баласы, Абу Талибтің баласы Али. Оқып кетейік. وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ سَطَعَ عَلَيْهِ نُورُ الْإِسْلَامِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدَ زَوْجُهُ وعلي ابن أبي طالب ابن عمه وكان مقيما عنده يطعمه ويسقيه ويقوم بأمره لأن قريشا كانوا قد أصابوا مجاعة وكان أبو طالب مقلا كثير الأولاد. Міне, Али кірді. Али пайғамбарымыздың үйінде өсті. Пайғамбарымыздың қамқорлығында болды. Тамағын жеді, суын ішті. Неге сол жылы жалпы Құрайыштың басынан не өтеді? Жұт өтеді. Жер құрғақ, мал аш. Ал пайғамбарымыздың көкесі Абу Талиб, Алла мейірімін алсын, баласы көп, әлеуметтік қаражат жағынан жағдай орташа болған. Фақала алейхи салату вассалам ли аммихи Аббас ибн Абдул Мутталиб, көкесі Аббас қайтады пайғамбарымыз. Инна ахака, сенің бауырың, інің немесе Абу Талиб кәсир әл-иял, расында оның балалары көп. Мына жыл жұт жыл. Уаннасу фима тара мина шидда, өзің көріп тұрғаныңдай білесің, адамдар қиындықта. Фанталиқ бина линухаффифа ан иялихи мин иялихи таъхузу вахидан ва ана вахидан. Не істейік? Кеттік. Бірге барып Абу Талибқа жеңілдік қылайық. Сен бір баласын ал, мен бір баласын алайын. Аббас қайтып отыр. Фанталиқа ва арада алейхи әмір. Барып, Аббас бар, пайғамбарымыз бар, өздерінің ұсыныстарын айтады. Фахаза ал-Аббасу Джафар ибн Аби Талиб ва ахаза алейхи салату вассалам Алиян. Неге? Лианна ал-Али ма Али дейді. Лианна ал-Алия ма Али. Ал-Али кім? Мұхаммад Расулуллах. Али мағынасы не? Үстем, жоғары деген сөз. Али ибн Аби Талибтің мағынасы не? Алидің. Али ол да үстем деген. Сонда үстем кіммен болады? Үстеммен болады. Лианна ал-Алия ма'a Али. Пайғамбарымыз Алиді алса, Ал-Аббас Абу Талибтің қайсы баласын алады екен? Джафар есімді баласын алады. Басқа да көптеген баласы болған Абу Талибтің. Талиб деген баласы болған. Ақил немесе Уқайыл деген баласы болған. Демек пайғамбарымыздың үйіне келген кезде ол бәлағаттық жасқа толайын деп тұрған екен. Сонда 10-да келді. Сөйтіп пайғамбарымыздың қармағында жүріп, қамқорында жүріп, бәлағаттық жасқа жеткен. Исламды қабылдайтын сәтте 12-13 жаста болды. فكان في كفالته كأحد أولاده إلى أن جاءت النبوة وقد ناهز الاحتلام. Міне. Неден асып кетті дейді, неге жетті? Бәлағаттық, кемелдік жасына жетті. Демек 12-13 жасында. Кейбір кітаптарда, кейбір риуаяттарда Али 10 жаста болды дейді. 10-да қабылдаған жоқ. Ең дұрысы ихтилам, кемелеттік жасқа, бәлағаттық жасқа толып барып не істеген? Қабылдаған. Факана табиан лин-наби фи кулли а'малихи. Али радиаллаху анху пайғамбарымыздың барлық амалдарына еріп отыратын. Бәрін не істейтін? Тастамай бақылап отырады. Валам ятаданнас биданасил жахилияти мин ибадатил аутхан ва иттиба'ил хава. Али радиаллаху анхудың өзгеше дұға несі бар? Жасалады. Немесе өзгеше дұғаға ие осы. Көпшілік сахабалар радиаллаху анхум болса, тек қана Али каррамаллаху ваджха деген дұғаға ие болған кісі. Неге? Себебі ол кісі міне айтып өткендей, ешқашан жахилет кезінде, надандық дәуірінде пұтқа табынып, өзінің ойына табынып қуып кетпеген. Сол себепті жастайынан қабылдағандықтан оған ерекше дұға қылынады. Не деп? Алла оның жүзін нұрландырсын деп. Неге? Пұтқа табынбағандықтан. Енді қалған сахабалар соны радиаллаху анху деп айтуы, олар пұтқа табынды деген сөзге апармайды. Бәлкім бұл кісінің өзінің ерекшелігі бар, жастайынан деген.
Уаджаба айдан Зайд ибн Хариса. Алидің иманға келуін тоқталған едік. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Хадижа анамызды иманға шақырғаннан кейін намазды бастаған еді. Намазды Али бұрын сонды көрмеген ондай әрекеттерді. Бейтаныс. Пайғамбарымыз және Хадижа анамыз намаз оқиды, соны Али көріп қалып бүй дейді. Фақала Алиюн, я Мухаммад ма хаза. Ол кезде Мұхаммед деп сөйлей береді. Себебі әлі Расулалла деген сөз айтпады. Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, динуллахи аллази астафаху ли нафси. Бұл Алла тағаланың таңдаған, ерекшелеген діні. وبعث به رسله فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له وإلى عبادته وأن تكفر باللات والعزى. Осы дінмен пайғамбарларын жіберді, елшілерін жіберді. Мен сені Аллаға шақырам, серік қоспа, оны жалғыз деп таны, оған ғана құлшылық қыл да, бағана ләт, ұзза атты пұттарға күпірлік қыл, айтпағыне оларға табынба. Фақала Али, هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم فلست بقاضي أمر حتى أحدث به أبا طالب. Бұны мен бұрын сонды естімептім, көрмептім де, сондықтан қазір бір шешім айтпай-ақ қояйын. Кімге барып сөйлесейін бірінші? Әкеме Абу Талибқа айтайын. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن أمره. Пайғамбарымыз кішкене нені ұнатпады, қаламады. Нені қаламады? Ісінің, бағана Алла бұйырды ғой, не деп, жасырын болсын деген бұйрық бар ғой, соның ашылып кетуін, жария болып кетуін қаламады. Қазірше жария, жасырын болып тұрған қалаған еді. Фақала лаху я Али, иза лам таслам ау таслим фактум. Қаламасаң исламды, кіргін келмесе, онда жасыра тұр қазірше. Айтпай-ақ қойшы. فمكث علي تلك الليلة ثم أن الله أوقع في قلبه الإسلام. Сол түні не істеді? Жатқан еді, ойланды, пікір жүгіртті. Осылайша Алла тағала исламды оның жүрегіне салды. Міне Алидің оқиғасы осы. Келесі, Алимен жастас, шамалас. Ол وكان يقال له زيد ابن محمد. Зайд ибн Хариса ибн Шурахил. Кітапта Шурахбил деп тұр, ол қате. Шурахил, бә жоқ. Шурахбил емес, Шурахил. Әл-Кәлби, Маула алейхи ассалату ассалам, пайғамбарымыздың қызметшісі, құлы. Маула, біз құрметпен қызметші деп айтамыз, негізі мағынасы әрриқ, абд, құлы. Бұл кісі Абдулла, пайғамбарымыздың әкесі Абдулладан пайғамбарымызға мирас болып өткен. Қалайша? Юсуф алейхиссаламның оқиғасы баршамызға есімізде, баршамыздың есімізде. Ол кезде не болған? Жападан жалғыз жүрсең, сені біреу кеп, күшпен жеңіліп қалсаң әлбетте. Күшпен сені не істейді? Бағындырып алса, аяқ қолыңды байлап, не істей алады? Жеңіп кетсе сені. Апарып, әй күйшоқ, сенің кім екеніңе де маңызды емес, қарамайды. Апарып базарға сата салатын заман болған. Сондай менталитет болған. Юсуф алейхиссаламның оқиғасын білесіңдер, құдықтан шығарған кезде шығарып алған адамдар не істеді? Ешкіммен санасқан жоқ, Юсуфтан жарған жоқ. Алды да пұтқа десе салды, құлдыққа сата салды. Сол дәурен сондай болған. Мына Зайд ибн Хариса, ол патшаның баласы, Йемендік мәликтің баласы. Бірде оңаша жалға көше неге шығып, далаға шығып, не істейді? Оңаша келе жатқан кезде қарақшылар басып алады да, шу жаққа барып не істейді? Құлдыққа сатып жібереді. Осылайша ол құл болып кімге келеді? Пайғамбарымыздың әкесі Абдуллаға келеді. Ал Абдулла, Алла разы болсын, ол кісі көп өмір сүрген жоқ қой. Солай ма? Ары кетсе 19-20 жыл жасында өмір сүрді. Содан не істейді? Бағанағы Зайд ибн Хариса пайғамбарымызға мирас болып өтеді. Құл болып келеді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мына бір оқиғадан кейін құлдықтан азатқан еді. Ол қандай оқиға? Бағанағы Йемендегі ата-аналары, патша дедім ғой, бай. Баласы Зайд ибн Хариса жоғалып кеткендіктен не істеген? Іздеткен. Біраз жыл болды ғой сонда. Абдулладан пайғамбарымызға өттір, пайғамбарымыз 40 жас 6 ай міне пайғамбарлықты алып жатыр. Біраз жыл өтті деген сөз орада. Не істеген? Іздеткен, анадан сұраған, сөйтіп
анадан мынадан сұрап жүргенде бір хабар жеткен: сендердің балаларыңа ұқсайтын сипаттас біреу бар, Мұхаммед деген адамның қолында. Сөйтіп ата-аналары, патшалары не істейді? Еменнен келеді пайғамбарымызға, табады, баласы сол болады. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не істейді? Аътаху ихтияр, немесе фахайяраху, Зайд ибн Харисаға таңдау еркін берген екен. Өзі таңдасын, мен араласпаймын, сендер де араласпаңдар. Сөйтіп Зайд ибн Хариса пайғамбарымыздың құлдығын таңдап патшалықтан бас тартты дейді. Негізі ол кімнің баласы? Патшаның баласы. Мәлик. Қалағаны бірден болады. Соны тастап, содан бас тартып, пайғамбарымыздың құлдығын таңдады дейді. Содан пайғамбарымыз разы болып, егер мені таңдаған болсаң, шынымен таңдаған болсаң, онда сен бүгіннен бастап кімсің? Құл емессің. Болды, басың не? Азат. Содан ол абд деген ұғымнан неге өтіп кетті? Мәулә. Мәулә дегеніміз кішкене құрметті сөз. Бірақ құл деген білдіреді, бірақ қандай құл? Бас азат, қызметші деген мәртебеге өтіп кетті. Ол кісі қандай болды өзі? Ол кісі демек кім болып тұр басында? Патша болып тұр. Бірақ кімнің құлдығын таңдап тұр, артық көрді? Мұхаммед Расулулла. Міне түсінгендер үшін. Түсінген үшін бұл не? Алтын екен. Оның уақиғасын білесіздер, пайғамбарымыз Зайдты қатты жақсы көрген. Кейіннен өзінің баласы қылып алды. Сосын аят түсті де не деді? Бұдан кейін не істемеңдер? Басқа біреудің баласын өздеріңнің балаларын қылмаңдар деді. Солай ма? Содан кейін не істеді? Жоқ, мәулә деп атады, қызметшім деді. وكان يقال له زيد بن محمد لأنه لما اشتراه أعتقه وتبناه منه. يعتق басын азат етті, баласы қылды. وكان المتبنى معتبرا كابن حقيقي يرث ويورث وجابت أيضا. Ол кезде не болған еді? Біреудің баласын өзіңнің балаңға бала қылып алған сәттен бастап не болатын? Әкесі қайтыс болса бағана оның мирасын алады еді, және өзі қайтыс болса әкесі одан мирас алатын еді. Бірақ шариғат бұл үкімді тоқтатты. Тағы да күндерден иманға келген وأجابت أيضا أيمن حاضنته التي زوجها لمولاه زيد. Кім? Әкесінен өткен тағы да. Естеріңде ме? Айман Хабаша әл-Баракия. Абдул-Мутталиб баласына берген еді, Абдуллаға. Абдул-Мутталиб түйесін алға барғанда Абраха берген еді. Бұл кісі де анамызда исламды қабылдаған күндердің біріншісі. Кімнен кейін? Зайдтан кейін әйелдер. Сонда құлдардан кім? Зайд ибн Хариса, күндерден Айман. Бұл кісі қара болған, Хабашия, эфиопиялық болғандықтан қара болған кішкене. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Зайд кемелдікке жеткен кезде, өсіп өнген кезде, еркек жігіт болған кезде не істейді? Айманды Зайдқа үйлендіреді, тұрмысқа береді. Осылайша Айман мен Зайд ибн Хариса қосылып отбасы құрады да, бұл екеуінен кім туады дүниеге? Усама келеді. Усама қара болып келген. Неге? Анасына тартқан, анасы эфиопиялық болған. Міне Усама ибн Зайд, Зайд ибн Хариса Аш-Шурахбил, немесе Шурахил, бил емес, дан алып саңыздар дедік. Усаманы білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ауырып қалардан бұрын мен деген үлкен сахабалардың басына не істеген еді? Бас шығарған еді. Ары кетсе 21-де ма, сондай жас болған. Омарға, Абу Бакр, қанша мен деген үлкен ақсақал сахабаларға бас шығылған еді. Сөйтіп әскер аттанып Мәдинаның сыртына шатыр тігіп жатқан кезде, міне аттанайын деп жатқан кезде пайғамбарымыздан қандай хабар келді? Ауырып қалды деп хабар келді. Содан не істей алмай қалды? Бұл жорық соғысқа аттана алмады. Сосын кейін Зайд не істемейді енді? Соғысқа шығып кетіп еді ғой, пайғамбарымыз өмірден өтіп кетті ауырып. Сол жерде не істейді? Пайғамбарымызды соңғы сапарға демек қояқ, пайғамбарымызды Алланың құзырына аттандыруға қатысқан еді. Усама қатысады. Неге? Пайғамбарымыздың қаны болмаса да, несі болып айналып кетті? Отбасының бір мүшесі болып кеткен. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмірден өткен кезде Алланың мейіріміне
аттанған сәтте жуындыратын адамдардың қатарында болады. Усама. وأول من أجابه من غير أهل بيته أبو بكر ابن أبي قحافة. Және отбасынан басқа өзге ең бірінші жауап берген немесе бірінші болып исламға келген ол кім? Пайғамбарымыздың досы, замандасы, уәзірі Абу Бакр ибн Аби Қахафа ибн Амир ибн Кааб ибн Саад ибн Тайм ибн Мурра ат-Тайми Қурайши. Міне, сонда бағанағы Құрайш 12 тайпадан тұрады, соның біреуіне кіріп тұр ғой. Пайғамбарымызға не қылып тұр сонда? Бағана тізбекте табысып тұр бұлар. Жолығып тұр да. Кана садиқан ли Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам қабла нубуати я'ламу маттасафа бихи мин макаримил ахлақ. Пайғамбарымыздың досы еді, пайғамбарлыққа дейін жахилет кезінде. Пайғамбарымыздың бойындағы көркем мінездің бәріне куәгер болған, қанық болған. Валам я'хад алейхи казибан мунзу истахаба. Пайғамбарымыз дос қып, серік қып алғаннан бастап, пайғамбарымыздан өтірікті аузынан да әрекетінен де байқамаған. Бұл кісінің исламға бірінші болып келуі, бірден пайғамбарымыздан естіген нәрсені екіленбестен, ат-тараддуд, ташаккук, күмәнданбастан қабылдауына себеп болған бір нәрсе бар. Ғалымдарымыз соны да айтады, бір жағынан Алланың ісі ғой. Ол шамамен 30 пен 40-тың арасында, 33 па 35 па нақты емес, соның арасында бұл кісі түс көрген. Түс көреді. Түс ай көреді. وَذَلِكَ أَنَّهُ رَأَى الْقَمَرَ يَنْزِلُ إِلَى مَكَّةَ. Ай түсінде ай кеп не істейді? Мына құшағына кеп қонады ай. Сосын сол ай құшағынан шығып, Меккенің әр үйіне бөлініп кіріп кетеді. Сосын біраздан кейін бағанағы бөлініп кеткен ай қайтадан жиналып кеп құшағына енеді. Ол кісі бұл түсті не істейді? Ешкімге айтпайды. Тек қана Шамға сауда жасау барысында Шамдағы кітап иелері бар ғой, еврейлер, солардың біреумен сөйлесіп отырып түсін айтады. Сонда бағанағы еврей айтады: "Мына сәт соңғы пайғамбардың заманы. Сен сол пайғамбардың уәзірі боласың" деп айтқан ғой. Ол түсті пайғамбарымызға айтпаған, ешкімге тіс жармаған. Бағанағы тіс жорған еврей ғана біледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қаншама жылдан кейін, сонда 35-те көрді дейтін болсаң, ара жағында 10 жыл деп есептесек болады, дұрыс па? Немесе бір шамамен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам отбасын шақырып болғаннан кейін Абу Бакрға келеді да: "Я Абу Бакр", ешнәрсе айтпайды. "Мен Алланың елшісімін, маған Жибрил алейхиссалам келді, иман ет". Жоқ. "Я Абу Бакр, анау жылдар бұрын көрген түсіңмен ант етейін, иман ет" дейді. Бірден Абу Бакр иман еткен. Сол себепті Абу Бакрдың есімі не болып кетті? Бәкір дейміз, ерекшелі, ерте, алғашқы болу. Бакара дегеніміз танату. Демек не деген сөз? Алғашқылардан болды. Осы себеп болған дейді. Міне, "Ей Абу Бакр, анау жылдар көрген түсіңмен ант етейін, иман ет" деген. Кейіннен де Абу Бакрдың ерекшеліктерін білеміз, Ми'раж оқиғасын мушриктер таң қалып жоққа шығарып Абу Бакрға келмеді ма? Сынап: "Ей, сенің досың аспанға шығып келдім деп жатыр" деген не деп айтты? "Солай айтты ма?" деді. "Солай" деді. "Болды. Мен солай сенем" деді. Бұл Абу Бакрдың сипаттары еді. 573-те туған. 573-те. Сонда пайғамбарымызбен арасында 2 жас. 571, 573. Жасын жаттап алу керек. Пайғамбарымыздың халифасы, ең бірінші халифасы. Ғар, ол үңгір. Бағанағы Меккеден Мәдинаға шыққан кезде Ғарда болған серігі. Хиджра, қоныс аударған кезде бірге жүрген серігі. Білесіңдер, Абу Бакр жайында пайғамбарымыз көптеген сөздерді айтқан, соның бірі: "Мен дос қып таңдайтын болсам, көрші қып алатын болсам, Абу Бакрды жаннатта дос қып көрші қып аларым" деп айтқан хадис бар. Худайбияда бірге болады. Кейін пайғамбарымыз өмірден өткен кезде пайғамбарымыздың аттану рәсімі бар ғой, Алланың құзырына кету. Сол рәсімді толықтай Абу Бакр басынан аяғына дейін не істеген? Басқарған. Сол кісінің басшылығымен орындалған. Неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан кейін тұрған мәртебе бойынша ол Абу Бакр.
ең жақыны, бағана айттық қой, уәзірі болып кеткен. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, мен өмірден өткен кезде, Алланың құзырына кететін сәтімде, мені былай істеңдер, былай істеңдер, былай істеңдер, былай істеңдер деп ешкім айтпаған дейді. Хадисте жоқ. Пайғамбар өмірден өтетін болса, оған былай істеу керек үмметі деп айтпаған ешкімге. Бұл жауапкершілік кімнің мойнына түседі? Абу Бакрдың мойнына түседі. Міне даналық, көрегендік, хикма, пайғамбарымыздың нұрын көрген адамдар ғой. Не деген үлкен жауапкершілік, соның бәрін атқарып шығады. Тоқталып кетейін, сабақтан тыс, бірақ көпшілік бұл затты білмейді. Білу керекпіз. Бірақ енді кітаптың соңында бар, иншалла оған аман болсақ жетерміз, осы жерде айтып кетейін. Пайғамбарымыз өмірден өтті. Қысқаша. Жаназасын қалай шығарамыз? Қалай жерлейміз? Кім жуындырады? Осы мәселелердің бәрін шешкен кім? Абу Бакр ғой. Не деген даналық, көрегендік. Жуындыратындар мен былай деп айтар едім. Абу Бакр, Омар, Осман, Али. Жоқ. Бәріміз сөйтіп жауап берер едік. Жуындырғандар Абу Бакрдың басшылығымен мыналар болады. Отбасы. Али каррамаллаху ваджха, Әл-Аббас көкесі, Джафардап кеткен. Аббастың екі баласы бар. Әл-Фадл, Қусам. Қусам. Мына Қусам, Алла разы болсын, Ташкентте жерленген. Сол жерде жатыр. Сосын бесіншісі бағынағы Усама. Себебі Зайд бір соғыста қайтыс болып кетеді. Соның кегін ал деп, пайғамбарымыз Усаманы әскер басшы қылып жіберген еді. Бірақ пайғамбарымыз өмірден өткендіктен, бағана айттым, әскер тоқтап қалған. Міне 5 кісі. Усама отбасының мүшесі болып кеткен, қаны болмаса да. Осы 5 кіреді. Осы 5-дің 4-інің көзі байлаулы болады. Ол Аббас, Әл-Аббас, баласы Әл-Фадл, баласы Қусам, Усаманың көзі байлаулы болады. Тек қана Алидің көзі ашық болады. Неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқан екен, сен үшін қорықпаймын. Ла ақша алейк, сен үшін қорықпаймын, сен менің ауретіме қарамайсың деген. Сеннен басқа біреу қараса, көзі соқыр болып қалады деген. Бұны азhарлық, Алла мейірін алсын, қайтыс болып кеткен бір ғалым бар, үлкен ғалым, Али Сақр деген, қателеспесем, сол кісі осы риуаят жеткізген. Осы 5 кірген, 4-інің көзі байлаулы болған. Али ғана көз ашық. Алидің иманы, еркі бар ғой, сама воля дейді ғой, өзін өзі ұстау. Не деген берік кісі болған, не деген қатты кісі болған. Мен болсам Алидің орнында, басқа сахабалардың орнында көріп қойар едім, қарап қойар едім, себебі нұр ғой, пайғамбарымыз. Кім көргісі келмейді ол кісіні, кім қарағысы келмейді. Сол себептен аларды қанша бұл кісілер батыр болса да, Аббас үлкен кісі болса да не істеп тұр? Көздерін байлап тұр. Али сонда кім болып тұр? Ерекше жан болып тұр ғой, бір ұстай алады да өзін. Демек Алидің басшылығымен мына 4 кісі көздері байлаулы, пайғамбарымыз жуындырады. Ана жерін жу, мына жерін жу, себебі сол кісінің ғана көзі ашық қой. Мына жерін жу. Қалай жуындырды? Біздік сияқты шешіндіріп тастап па? Жоқ. Қамистың сыртынан. Анау. Көйлегінің сыртынан жуындырады. Себебі кім? Али көріп тұр бәрі. Мына жерін жу, мынандай жу. Жуындырып болғаннан кейін Али Қусам Әл-Фадлға айтады. Арқалап, итеріп тұрғызып отырғызыңдар дейді. Арқасынан итеріп, сүймелеп. Сосын ең соңғы амал не? Ғұсылда ішін басады, ең соңында. Не үшін? Артық зат шықсын деп. Пайғамбарымыздың ішін кім басады? Көзі ашық. Али ғана басады ғой. Сол кісі басып, сонда еш нәрсе шықпаған дейді, еш нәрсе. Содан айтқан екен, күнта тибта фи дуния ва тибта хайян ва тибта майитан деген екен. Тірі жүргенде сен мінсіз едің, өмірден өтсең де мінсіз болдың деп айтқан. Жоқ еш нәрсе. Аллаху алам, менің ішімді басқанда не шығып кететін? Мені жуындырған адам есімнің сасығынан бағанағы бөлмеден атып шығатын шығар. Аллаху алам. Ең қорқыныш сәт сол сәт. Пайғамбарымыз жуындырды, кебіндеуге келдік. Кебін дегенде біз сияқты емес, қамис,
лифафа, сосын барып изар, тағы басқа кафана жоқ, бір дим өлшемдегі кафан дейді, матамен не істейді, жағана бүйтіп не істейді, орай салады, кебін дейді, болды. Ерекше болу керек себебі, біздік сияқты болу керек. Жаназа намазына келейік. Жаназа намазын кім шығарады енді? Кімнің даты барады пайғамбарымызға имам болып тұруына, артына жамағатты жинауы? Кім? Ешкімнің даты бармайды. Оны кім түсінді? Абу Бәкір түсінді. Шынымен сынақ қиын ғой, бұл жауапкершілік. Мен болсам қиын еді. Алла сақтасын. Абу Бәкір уәзірі ғой міне. Алла хикман беріп қойғанға, кашф ғайып әлеміне өтіп кеткен кісілерді. Жоқ, ешкім Мұхаммадқа, Расул Аллаға, біздің сүйікті пайғамбарымызға имам болып тұруға лайықты емес деді. Ешкім, ақысы жоқ деді. Жеке-жеке оқысыңдар деді. Жеке-жеке. Бірақ кімнен кейін? Періштелерден кейін. Бір сағатта шамамен, енді сағатпен айтсам шамамен не істеген? Ешкім кіргізбеген дейді. Неге? Періштелер кеп оқып кетсін деген екен. Сосын барып сахабалардың үлкендерінен, ақсақалдардан бастайды. Анау көреді, сөйтіп не істеді? Ретімен, әдеппен, жасымен әрбірі жеке кіріп оқып шыққан екен. Жаназа намазының сағатпен септесең алды 7 сағатқа созылған. Періштелер сахабалар. Жерлеуге келдік енді. Қалай жерлейміз? Сөйтсе сол кезде екі жерлеу әдісімен танымал болған екі сахаба болған. Біреуі Абу Талха әл-Ансари, екіншісі Убайдулла ибн Жаррах. Бұл мухаджири. Мухаджири Убайдулла ибн Жаррах. Ол былай шақ жерлейді. Шақ дегеніміз былай қазасын, сосын тағы былай қазасын. Былай, тағы былай қазасын. Бұны шақ құн дейді. Ал Абу Талха әл-Ансари лахт қып қазады. Былай, сосын былай қазады. Біздікі. Ол екеуі болмаған бағанағы рәсімде жоқ. Сонымен екеуіне ат шаптырады. Аббас қателеспесем, сол кісі айтады: мына кеткен адамдардың есілердің қайсысы бірінші жетеді, сонымен жерлейміз. Сөйтсе, кеткен адамның біреу кімге бірінші жеткен? Абу Талха әл-Ансарияға бірінші жеткен. Ол кісі қалай жерлейді? Былай жерлейді. Міне біздің қазақ ата-бабаларымыз ең күштісін алған ғой. Пайғамбарымыз қалай жатыр? Біз де солай жатамыз деп. Біздегі жерлеу рәсімі осылай өтеді. Міне былай. Кейбір жерде былай болады, жерге қатысты. Бірақ көпшілігі немен жерлейді? Осы жерлейді. Ал топырақ қаншалықты көтерді? Шибір дейді. Мынау ғана, осында ғана көтерілген. Осында биіктік. Бізде шөгіп жатқан түйенің несі өркешіндей. Сонда мынау жер болса, осында көтеріледі. Пайғамбарымыздікі осында ғана көтерілген. Топырақтан. Қызығы жерлеу барысында Усама бағанағы қаралау келген Зайдтың баласы, Айманның баласы қызғанғандықтан, пайғамбарымызды сүйгендіктен өзінің қатифа дегеніміз простыня, біздегі көрпе, жатар кезде жамылатын, астынан су жейді. Соны істеген ішім ап қоймасын деп пайғамбарымыздың астына жайып берген екен. Сұрақ, фиқ бойынша бізде адаммен бірге қабырға немесе қабірге жерлеуге бола ма бір нәрсен? Болмайды. Тіпті Құранның өзін түсіруге болмайды. Харам, шығарып тастайды. Еш нәрсені, тек қана бір-ақ нәрсе. Ол пайғамбарымыздың заттары. Киімі, көйлегі, сақалы, шашы, таяғы, аяқ киімі, на'лайни шарифайн. Не бар өзі қалған сенен мирас? Соны алып кірсең болады. Сол ғана рұқсат етілген. Ал қалған нәрсе бәрін шығарып тастайды. Болмайды. Міне. Осы жерде жауапкершілік тауып, бағана шешім шығарған кім екен? Уәзірі Абу Бәкір радиаллаху анху. Ол жайында пайғамбарымыз үйде айтады: Абу Бәкір уәзири, хадисінде айтқан. Омар хабиби, Омар менің сүйіктім. Осман минни, ол меннен. Айтпаған екі қызымды алды, отбасым болып кетті. Күйеу балам деген сөз. Себебі бала болмаса да Руқайямен кімді алды? Умму Күлсімді алды. Алиға келетін болсақ, Али ахи, бауырым деді. Міне уәзири хабиби минни ахи деген хадис бар. Бұл кім екен? Абу Бәкір ас-Сиддиқ радиаллаху анху. فأول ما أخبره برسالة الله أسرع بالتصديق. Қалай естіді? Бірден пайғамбарымызға иман етіп сенуге асықты. وقال بأبي أنت وأمي
Ахлу сыдқи анта ашхаду ан ла илаха иллаллах ва аннака расулуллах. Анам, әкем сен жолда құрбан болып кетсін. Сен шындықтың иесісің. Аллаға ант етейін, немесе куәлік берейін. Алла бір, сен оның елшісің. Кана радиаллаху анху садран муаззаман фи Құрайшин аля сиатин минан мали ва карамин ахлақ. Бұл кісі, иман етерге дейін, еткеннен кейін деді, Құрайштың алды еді, Құрайштың ақсақалдары, төресі еді. Қай жағынан? Сөз жағынан, мансап жағынан, абырой жағынан, қай жағынан? Мал, дүние жағынан. Бұл кісінің малы көп болған. Сосын көркем мінез жағынан. Уакана мин аффин нас, адамдардың ең қарапайым еді. Сахиян, сахи, жомарт кісі болған. Ябзулул мал, ақшаны Алла үшін не істейтін көп береді. Мухиббан фи қаумихи хасунул мужаласа. Бұл кісінің несі? Қауымы бұл кісіні Құрайш жақсы көретін болады. Сосын бұл кісінің қасында отыруды бәрі жақсы көретін болады. Хасунул мужаласа. Қасында отырсаң, отыра берген келетін адам болған. Вализалика куллуху кана мин расулиллахи саллаллаху алейхи вассалама би манзилатил вазир. Осының бәрін айт, бұның бәрі аз болады, бірақ сонда да бұл кісінің пайғамбарымыздың қасындағы мекені, мәртебесі кім болды? Вазир. Факана ястабшируhu fi умуриhi kulli. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам барлық ісінде Абу Бәкірмен ақылдасып не істейтін, шешетін. Вақала фи хаққихи, пайғамбарымыз Абу Бәкір жайында былай деген еді: ма дa'ауту ахадан илал ислами илля канат лаху кабватун гайра Аби Бәкрин. Абу Бәкірден басқа біреуді исламға шақырғанымда, оларда екілену, тараддуд, кабуа дегеніміз екілену, ойлану болған еді. Ал тек Абу Бәкірде не болмады дейді? Кабуа болмады. Кабуа деген сөз мағынасы не? Екілену, ойлану болмады. وكانت الدعوة إلى الإسلام سرا حذرا من مفاجأة العرب بأمر شديد كهذا. Ол кездегі ислам форматы не болды, қандай стильде болды? Жасырын болды. Неге? Себебі арабтарға бұндай кезікпеген, бұрын соңды болмаған дін қатты болады, соққы болады, сол себепті жасырын болды. فيصعب استسلامهم فكان عليه الصلاة والسلام لا يدعو إلا من يثق به. Сол себепті бейтаныс болғандықтан исламға кіру оларға ауыр тиеді. Пайғамбарымыз дағуатта, насихатта тек сенетін адамдарға айтты. ودع أبا بكر إلى الإسلام أبو بكر من يثق أبو بكر به من رجال قريش فأجابه جمع منهم. Одан кейін пайғамбарымыздың исламын насихатын қабылдап, дағуатын қабылдап, Абу Бәкір мұсылман болғаннан кейін істеді, өзінің жақындағы ең сенімді деген Құрайштағы абыройы бар, орны бар сахабаларды шақыра бастады. Пайғамбарымыздың амал дәптеріне үммет бәрі кіріп кетсе дейді, амал дәптеріне. Абу Бәкірдің амал дәптеріне кім кіреді дейді? Мына сахабалар. Кімдер? 10 жаннатпен сүйіншілгендердің көпшілігі кіммен кірген білесіздер ме? Абу Бәкірмен кірген. Сонда Абу Бәкірдің амал дәптерінде алғашқы исламға кіргендер және жаннатқа сүйіншілеген 10 адам жатса, Абу Бәкірдің амал дәптерінде сол кісілер жатса. Ал пайғамбарымыздың амал дәптерінде кім жатады? Үммет толығымен жатады. Сол Абу Бәкірдің ықпалымен, дағуатымен дінге келгендер Осман ибн Аффан, ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف الأموي القرشي. ولما علم عمه الحكم بإسلامه أوثقه كتافا وقال ترغب عن دين آبائك إلى دين مستحدث. عثمان ابن عفان Пайғамбарымыздың күйеу баласы. Есімі кім? Лақабы Зу ан-Нурайн. Екі нұрдың иесі. Пайғамбарымыз не деп айтты? 3-ші қызым болғанда берер едім саған деген. Екі нұрдың иесі. Екі қызы нұр болған болса, екі қызын дүниеге алып келген әкесі кім? Нұрдың нұры ғой. Руқайяның әкесі пайғамбарымыз болса, Умму Күлсумның әкесі пайғамбарымыз болған болса, сол екі қызын әйел қылып алып, екі нұрдың иесі атанып кеткен болса, пайғамбарымыз кім сонда? Нұрдың нұры ғой. Көкесі Османның көкесі, Хакам деген кісі. Османның исламды қабылдаған естіп қояды да, қолын не істейді? Байлап тастайды. Ананда бағанаға апарады да, бүйтіп
байлап танып тастайды. Сен мына жаңадан пайда болған жаңа дінге өзіңнің ата бабаның дініңді тастап бет бұрып соған өтіп кеттің бе? Валлахи ла ухиллука хатта тада'a ма анта алейхи мин амтитин. Алла мен деп жатыр, бағанағы көкесі. Сен мына дініңді тастамағаныңша мен сені босатпаймын, жібермеймін. Фақала Усману валлахи ла адa'уhu ва ла уфарикуhu. Мен оны тастамаймын да одан ажырамаймын. فلما رأى الحكم صلابته في الحق تركه وكان كهلا يناهز 30 من عمره. Хакам Османның қайтпастығын, қайсарлығын, табандылығын көретті. Бұда пайда шықпайды екен деп босатып жібереді. Ол кезде Осман 30 мен 40-тың арасында болған. Оны араб тілінде кухуля дейді. Демек кухуля дегеніміз еркектік, ол қанша жас екен? 30 мен 40-тың арасы. 30 мен 40-тың арасы не деп айтады? Кухуля дейді. Осы жаста болған Осман. Келесі Абу Бакрдың иқбалымен кірген Аз-Зубайр ибн ал-Ауам. Кімнің күйеу баласы? Абу Бакрдың күйеу баласы. Кімді алады? Асманы осы кісі алады. Кім алады екен? Az-Зубайр ибн ал-Ауам Абу Бакрдың қызын Асман алған еді. Бұл кісі пайғамбарымыздың әпкесі болады да. Әпкесі дегеніміз Абдулланың қарындасы, әкесі ғой, Абдулланың қарындасы. Сонда сол кісінің баласы. Пайғамбарымыз кім болып келеді? Сонда анау жиен болып келеді, дұрыс айтасыздар. Түсіндіңіздер ме? Кім? Az-Зубайр ибн ал-Ауам ибн Хуайлид ибн Асад ибн Абдул Узза ибн Қусай ал-Қураши міне. Тегінде тұр. Ва уммуху, анасы Сафияту бинту Абдул Мутталиб. Бинту Абдул Мутталиб. Сонда Сафия кімнің қарындасы? Немесе әпкесі? Абдулланың. Сонда не болып кеп тұр пайғамбарымызға? Жиен. Ва кана амму Зубайр, мына кісі де сондай сынақтан өтеді. Зубайрдің көкесі, ар жақта жатқан. Юрсилу духан алейхи ва хуа муқайидун лиярджиа иля дини абайхи фақауаху Аллаху бис-сабати ва кана шаббан ла ятажауазу синнал ислам. Бұл кісінің исламды қабылдаған естіп, бағаны көкесі кім болуы мүмкін? Көкесі деп тұрған болса. Сонда Абу Жахал немесе Абу Лахаб болуы мүмкін. Не істеді дейді? Бұны байлап қойып, түтінге отырғызып қояды дейді. Тұншықтырып. Қашанға дейін? Діннен қайт дейді. Діннен қайтпасаң ұстап отырамын дейді. Бірақ Алла тағала бұл кісіге қуат беріп, қайсарлық танытып, қайтпастық танытқандықтан не істейді? Босатып жібереді, пайда жоқ болғандықтан. Бұл кезде бұл кісі не болған? Әлі бәлағаттық жасқа толмаған жас бала еді дейді. Боз бала еді дейді. Тағы да Абу Бакрдың ықпалымен кіргендер Абдуррахман ибн Ауф. Абдуррахман ибн Ауф. Ибн Абду Ауф, ибн Ал-Харис, ибн Зухра, ибн Килаб, Ал-Қураши, Ал-Хашими. Көріңіздер ма? Пайғамбарымыздың тегіне барып тұр. Ва кан исмуху фил жахилия, қараңыздар. Абдуррахман, Рахманның құлы деген есімді кім қойған сонда? Пайғамбарымыз қойған ғой. Оның жахилеттегі есімі кім болған? Абду Амр. Амрдың құлы деген сөз. Міне, пайғамбарымыздың Рафи деген есім бар. Пайғамбарымыздың Хафид деген есім бар. Алла тағаланың тұрған ана жердегі 99 есімінде Ар-Рафи, Әл-Хафид, Әл-Басит, Әл-Муиз деген есімдер тұр. Сол сипаттар пайғамбарымызда болған. Кім иман етіп артынан ереді, пайғамбарымыз не істеп жүреді? Үстеп көтеріп жүреді. Кім қарсы шығып жауласады, оны жерге тастайды да таптайды. Абу Жахалдың есімі Абул Хакам негізі. Даналықтың әкесі. Не деген есім? Бірақ оны надандықтың әкесі деп кім өзгерткен? Пайғамбарымыз. Қарсы шықтың ба? Түсіріп тастайды. Хафада. Зәл, музил қорлаптады. Иман етіп арта ердің ба? Не істейді? Рафаака ва ааззака. Азиз қылады, құрметті қылады, көтереді. Міне, Абду Амрдан не істеді? Фасаммаху алейхи салату вассалам Абдуррахман. Рахманның құлы деп атаған. Сосын тағы да кім келді? Саад ибн Аби Ваққас. Біздегі Саад Ваққас. Саад ибн Аби Ваққас. Малик ибн Ухайб ибн Абду-Манаф ибн Зухра. Қараңыздар. Ибн Килаб. Кім
Амин анамыздың әкесі. Сонда бұл кісі не болып тұр? Амин анамызбен туысқан болса, пайғамбарымыздың нағашысы деген сөз. Зухра, Амина бинту Уахбин, сосын Зухрату ибн Килаб қой. Сонда бұл кісі пайғамбарымыздың нағашысы. Валамма алимат уммуху Хамнату بنت أبي سفيان ابن أمية بإسلامه قال له يا سعد بلغني أنك قد صبأت فوالله لا يظلان سقف من الحر والبرد وإن الطعام والشراب عليه حرام حتى تكفر بمحمد. Демек пайғамбарымыздың кімі бұл? Нағашы. Соғыстарда пайғамбарымыз осы Саад ибн Аби Уаққаспен мақтанады. Халайық, кімнің нағашысы бар? Менің нағашым Саад ибн Аби Уаққас. Мақтанатын болсаңдар, нағашыларыңмен мақтаныңдар деген. Неге? Себебі ол кісі садақпен атқанда мерген болады. 10 жемен аламы? 10 жеменде бағанаға точкаға тезеді, нүктеге. Ухуд соғысында. Анам, әкем сенің жолында құрбан болсын е Саад, ат деп айтқан пайғамбарымыз. Пайғамбарымыз Саадқа айтты. Фадака умми ва аби ирми е Саад деп айтқан. Сенің жолыңда әкем, анам құрбан болып кетсін, ата бер деген Саадқа. Біз айтамыз ғой пайғамбарымызға не деп? Я Расулалла, сенің жолыңда анам, әкем құрбан болып кетсін. Нені бұйырасыз? Ал сол сөзді кімге айтып тұр? Саад айтты. Мақтанған. Міне Саад менің нағашым. Ататын болса дөп тигізетін болған. Бұл кісі анасын қатты жақсы көрген, қатты құрметтеген. Сөйтсе анасы исламды қабылдаған естіп не істеген? Саад, сенің өзге дінге өтіп ата дініңнен безіп кеткенін естідім дейді. Собата дегеніміз өздерінің діннен, бағанағы діннен, пұтшылық қой. Соны дін деп тұр, содан шығып кетуді соба дейді. Ал ислам дініне соба демейді. Ислам дініне не дейді? Шығып кетсе, кафара дейді. Көрдіңіз, әр дінге өзінің сөзі бар да. Сенен сондай хабар жетті. Мен ант етейін, мына күннің ыстығынан және суығынан, мен тығылмаймын дейді. Айтпаған күннің ыстығынан мен қорғайтын мынандай көлеңкеде болмайды, суығынан паналайтын үйде болмайды, күннің көзіне отырып алады. Түсінді ма? Күн ыстық болсын, суық болсын, далаға шығып отырып алады. Менің аузыма тамақ пен су кірмейді дейді. Не жерлеп отыр өзіне? Аштық. Қашанға дейін? Өз дініне қайтпағанша дейді. وبقيت كذلك 3 أيام فجاء سعد إلى رسول الله وشكى إليه أمر أمه فنزل في ذلك تعليما. 3 күн отырған солай. Күннің астында тамақ су жоқ. Қайт деп. Пайғамбарымызға Саад анасын жақсы көргендігін келіп айтады, шағымданып, я Расулалла, анам сөйтті дейді. Сонда мына аят түскен екен, тәрбие беріп, үйретіп. Qaulullohi ta'ala fi suratil Ankabut, asta'idhu billah, wa wassayna al-insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum فأنبئكم بما كنتم تعملون. Міне, егер уассайна бірінші қалай бастады аят? Балаға, перзентке, ата-анасына жақсы мәміле, көркем мәміле жасасын деп біз өсиеттедік, парыз еттік. Бірақ وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي Аллаға серік қосуға шақырып, қарсы болып тұрып жатса, مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ол жайында ілім болмаса сенде, علم فَلَا تُطِعْهُمَا Міне сондай жағдайда ғана не істеме? Ата-анаңа бойсұнба. Ата-ананың бұйрығын орындама. Бұл мына аят қай жерде көрініс табуы мүмкін? Европада, кәфірлер бар жерлерде бір бала исламға кеп не істеуі мүмкін? Ата-анам кәпір деп, ата-анасына құрметті мәмілені тоқтатып тастауы мүмкін. Ол сол жерде көрініс табуы мүмкін. Ал бізде енді мұсылман мемлекеттерінде ондай болмауы мүмкін, бірақ сондай жерлерде болады. Аят не деп тұр? Кәпір болып кетсе де, ата-анаң, нені тоқтатпайсың? Мәмілені, перзенттік борышты істей бересің. Бірақ Аллаға қарсы шақырса, иманды тоқтат деп қыспаушылық қылған болса, онда бойсынбайсың. Субханак Аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илляха илля анта, настағфирука ва натубу илейк. Аллахумма аллимна ма янфауна, ва анфa'на бима алламтана, ва зидна илман. Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.